Яғни жоғарыдағылардың негізінде сотқа ұсынылған шығу тегін анықтау мүмкін болмаған алынуы халықаралық қаржы орталығының жауап хатында көрсетілген тәртіпке сәйкес емес түрінде алынған Binance крипто биржасының мәліметтерін қолдану арқылы тексеруді тағайындамауды. Сотқа ұсынылған шығу тегін анықтау мүмкін емес Binance крипто биржасының мәліметтерін дәлелдеме ретінде қабылдамауды және де іс құжаттарына тіркеуден бас тартуды. Сотқа қосымша дәлелдер жинақтап, тергеп тексеру кемшіліктерінің орнын толтыруға заңмен тыйым салынған ескеріп, жоғарыда аталып өткендей, бұдан ары қарай қосымша дәлел ретінде Binance крипто биржасының қандай да бір мәлімет сұратуды және оған қатысты қандай да бір тергеу әрекеттерін жүргізбеуді сұраймыз. Бұл менің нақты пікірім, құрметті төраға. Өйткені себебі біз дәл қазір қылмыстық процессуалдық заңнамаға қайшы әрекет жасап отырмыз. Біз бірнеше айдан бері, бір айдан бері қорғау тарапы сараладық осы болып жатқан жағдайды. Біз неге мемлекеттік айыптауға сонша үлгіт жасауымыз керек? Не ерекшелігі бар мемлекеттік айыптаудың? Бұлай болмайды, құрметті төраға. Сол себептен біз осы өтініш хатымызды қанағаттандыруды, жаңа Binance-тың соңғы ұсынылған шығу тегі белгісіз мәліметтерін тіркеуден бас тартып, ары қарай осымен сот зерттеуін, егер мемлекеттік айыптау ешқандай қосымша тізімдемедегі ұсынатын ешқандай дәлелдемесі жоқ болатын болса, жар сөзге көшейік, құрметті төраға. Біз дайынбыз. Істі аяқтайтын уақытқа келдік деп есептеймін. Істі созбалаңға салмау мақсатында біз аяқтауымыз қажет, құрметті төраға. Осы жинақталған дәлелдемемен, осы дәлелдемелердің қаншалық дәлелденгенімен үкім үйінде сіз баға беруіңіз керек, құрметті төраға.